Сәлем озат оқушым, бүгін бізде 18-ші сабақ. Біздің жобамыз ауызша сөйлеу кезіндегі қимыл мен ым-ишара. Ауызша сөйлеу кезінде сөйлеуші айтар ойын, сезімін, көзқарасын дауыс ырғағы, дауыс күшімен бірге қимыл мен ым-ишара арқылы да жеткізе алады. Қас, ауыз, көздің көңіл күйге сәйкес өзгерісін бет бейнеден анық байқай аласың. Оған төмендегі тапсырмаларды орындау барысында көз жеткізесің. Мінекей біз сөйлеу кезінде біздің қас, ауыз, көзімізден көңіл күйіміз барлығы көрініп тұрады екен, иә? Бірінші жаттығу: балалардың бет бейнесінде қандай өзгеріс болғанын тауып көр дейді. Сиқыршы бос шабаданға мысықты салып қақпағын жапты. Біраздан кейін ашып еді, ішінен күшік шықты. Яғни барлық көріп отырған адамдар, балалар таң қалып қалды, иә? Міне сондай смайликтің суретін қойып қойған, таң қалып қалған. Бүгін Айгүлдің туған күні. Ол жап-жаңа көйлегін киіп далаға шықты. Есік алдында 2-3 бала доп ойнап жүр екен. Доп абайсызда Айгүлдің үстіне келіп тиді. Әппақ көйлегі сатпақ-сатпақ боп шыға келді. Айгүл не істеп қалды? Көйлегі бұлғанып, сатпақ-сатпақ болып қалғанда жылап қалды, иә? Өйткені оның туған күні болып, әппақ көйлегімен сондай қуанып шығып еді. Балалар доп ойнап жүріп, абайсызда Айгүлдің үстіне допты тигізіп алады. Айгүл соны көріп, көйлегінің кірлегенін көріп, жылап қалады, иә, көңіл күйі түсіп. Міне оны да көңіл күйі түсіп, жылап қалғанды смайликпен көрсетіп қойған екен. Келесі бізде екінші жаттығу: сен де өз нұсқаңды ойластырып, қуанған немесе ренжіген баланың жағдаятын құрастырып көр. Жұмысыңның нәтижесін сыныптастарыңның алдында қорға және бағала дейді. Мысалға былай құрап көрсек болады. Айша сабақтан келді. Ол қатты қуанып анасына: анашы, мен бүгін барлық сабақтан 10 балл алдым деді. Анасы да қызымен бірге қуанып қалды. Мінекей қуанған түрлерін осындай смайликпен көрсетуге болады екен. Келесі: сырым ойнап досы Арманға балшық атты. Арманның үсті балшық боп кір болды. Үстінің кірлегенін көрген Арманның көңіл күйі түсіп, сырыммен ойнағысы келмей қалды. Мінекей, Арманның көңіл күйі түсіп, сырыммен ойнағысы келмей қалғанды біз осындай ренжіген, көңіл күйі түскен смайликпен белгілеп көрсетсек болады екен, иә? Мінекей озат оқушым, біздің бүгінгі көңіл күйге, адамның сөйлеу кезіндегі бет әлпетінің өзгеруіне, қуану, ренжу сияқты сезімдері бойынша сабағымыз аяқталды. Каналға тіркелмеген болсаң, тіркеліп ала ғой. Келесі сабаққа дейін сау бол.